Бәріңізге ассалаумағалейкум. Сіздермен бірге пайдалы кеңестер каналы. Сіздерге бүгін асқазандағы қыжылдан құтылудың 4 әдісі туралы айтатын боламын. Достар, айтпас бұрын каналымызға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетсеңіз. Асқазан ішек жүйесі дұрыс жұмыс атқарып тұрғанда асқазан сөлі қышқылдығы мен асқазанның кілегей қабығы арасында тепе-теңдік сақталады. Құрамында қышқылы бар асқазан сөлі ас қорыту үрдісін іске қосады және тағаммен бірге асқазанға түскен микробтарды жояды. Осы кезде кілегей қабы асқазанда өндірілген қышқылдан асқазанның қабырғасын қорғайды. Егер қышқыл өте көп өндірілсе, онда табиғи тепе-теңдік бұзылып, бұл күйдіру сезімінің туындауына әкеледі. Қыжыл өңешке кері шығатын асқазанның құрамдас бөлігінің артық қышқылдығымен шақырылады. Әдетте асқазан жоғарғы бөлікте орналасқан сфинктердің көмегі арқылы қышқылдың әсерінен жақсы қорғалады. Алайда, егер сфинктер әлсіз болса, асқазанның құрамдас бөлігі өңешке өтуі мүмкін. Мұндай жағдайда асқазан қышқылы өңештің сезімтал тіндерін тітіркендіріп, күйдіру сезімі мен қыжылды шақырады. Бірінші, қыжылдауға қарсы шырындар. Қыжыл симптомдарынан құтылу үшін жаңа піскен көкөністердің шырынын ішкен пайдалы. Оларды жеке және араластырып ішуге болады. Сәбіз, қызылша, қырыққабат шырындарын араластырып 2-3 ас қасық мөлшерінде қабылдау ас қорыту жүйесіне профилактикалық әсері бар және қыжылдауды жеңуге көмектеседі. Бұл шырынды ас ішерден алдын қабылдау керек. Екінші, қыжылға қарсы картоп шырыны. Картоп шырыны қыжылмен күрестегі ең тиімді әдіс. Ішкі пайдалану кезінде ол қыжыл симптомдарын тез арада жояды. Сонымен қатар, картоп шырыны қыжыл жиі мазалайтын және жоғары қышқылдығы бар гастриті бар адамдардың жалпы жағдайын жақсартады. Табиғи және денсаулығына пайдасы мол болғандықтан, бұл шырынды жүктілік кезінде де пайдалануға болады. Ас содасымен қыжылдан арылыңыз. Натрий гидрокарбонаты кез келген ас үйден кездестіруге болады. Ол кәдімгі ас содасы. Ас содасын көбіне қыжыл симптомдарын бейтараптандыру үшін қолданылады. Ас содасымен қыжылды кетірудің жолы: жарты шай қасық ас содасын 1 стақан жылы суға қосып араластырыңыз. Осы суды суып қалмай тұрған кезінде аз-аздан ішу қажет. Соңына дейін ішуге болмайды. Түбін төгіп тастаған дұрыс. Ішкеннен соң әлдеқайда тез әсерге қол жеткізу үшін басты көтеріп жартылай жатыңыз. Сонда қыжыл белгілері 10 минут ішінде өтуі тиіс. Қажет болған жағдайда мұны қайтадан істеуге болады. Бірақ ең жоғары тәуліктік доза 200 граммнан аспауы тиіс. Төртінші, балдың қыжылға қарсы қасиеті. Балдың тыныштандыратын және асқазандағы жайсыздықты жоятын емдік қасиеті бар. Оны таза күйінде қыжылға қарсы сирек қолданады. Балды басқа да емдік заттармен араластырғанда оның тиімділігі жоғарылай түседі. Балмен қыжылды емдеудің жолы өте оңай. Балмен емдеудің жолы: 1 ас қасық балды 1 стақан жылы сумен араластырып, азанда және кешке ас ішерден 30 минут алдын ішіп тұру қажет. Бұл су қыжылдың жағымсыз әсерлерін жойып, асқазанға өз пайдасын тигізе отырып, 1 айдан кейін қыжылды мүлдем жояды.